Бүгін бізде маңызды сабақ квадрат түбірге тоқталатын боламыз, қасиеттерімен танысамыз. Сонымен қатар бөлшектің бөлімін рационалдықтан босатуды үйренетін боламыз. Және де радикал ішінде радикал өрнек, оны қалай шығару керектігін үйрететін боламын. Бастайық. Бізде мысалы үшін 4-тің квадраты бізде 4 көбейту 4, 16 деп оқыдық, 5-тің квадраты бізде 5 көбейту 5, 25 дедік. Енді осы дәрежеге кері амал бізде түбір болып саналады. Ол деген қалай? Түбір астындағы 16, мысалы үшін ол тең 4-ке. Мынадан мынау шығып тұр. Түбір астындағы 25 тең болады 5-ке. Сол сияқты мысалы түбір астындағы 81 тең болады ол 9-ға, себебі 9-ның квадраты 81. Түбір астында тағы да 625 дейтін болсақ, мысалы ол 25 болып шығады. Сол сияқты тағы жалғасып кете береді. Енді ондай жағдай. Түбірдің астындағы өрнек болсын. А-2 деген. Түбірдің астындағы өрнектің мәні түбір астындағы А болатын болса, А үлкен не тең 0 болған жағдайда ғана өрнегіміздің мәні болады. Осы айнымалының болсақ, деп аламыз. Сонда А-мыз үлкен не тең 2-ден болады да, жауабы 2-ден плюс шексіздікке дейінгі сандарды қамтиды деген сөз. Жоғарыдағы өрнек. Мысалы үшін 2-ден кіші саналатын болсақ, 0-ді алатын болсақ, 0-ден 2-ні алсақ, түбір астында 0, мысалы 0-ді алып жай қойып көрейін. Түбір астында -2 болады ғой. Түбірден ешқашан терістен шықпайды. Мынау біздер жалған өрнек. Сондықтан да мүмкін мәндерін қарастыру қажетпіз. Ол туралы тағы алдағы уақытта тоқталатын боламыз. Енді түбірдің қасиеттерімен танысатын болайық. Бірінші, түбір астындағы А көбейту түбір астындағы Б болатын болса, оны біз бір түбірге алып А көбейту Б деп жазылады екенбіз. Немесе керісінше, түбір астындағы А көбейту Б дегенді көретін болсақ, біз оны әрбір көбейткішті жеке түбірге алып жазылады екенбіз. Мысалы үшін, мынаға мысал келтіретін болсақ, түбір астындағы 5 көбейтілген түбір астындағы 20 болсын. Онда бір түбірге алатын болсақ, түбір астында 5 көбейту 20. Бұл деген түбір астындағы 100 деген сөз ғой. 100 бізде 10-ның квадраты, сонда жауабы есептің 10 деген сөз. Мынаға мысал келтіретін болсақ, түбір астында 9 көбейту 16 болсын. Біз 9-ға 16-ны көбейтіп жатқанша, түбір асты 9 көбейту түбір асты 16 деп екеуін бөлек-бөлек түбірге алып, 9 бізде 3-тің квадраты, 16 деген 4-тің квадраты, сонда есептің жауабы оңай 12 болып шығады екен. Келесі. Берілетін болса, онда бір түбірге алып, А-ның Б-ға қатынасы деп алсақ болады. Немесе керісінше, түбір астындағы А-ның Б-ға қатынасын біз түбір асты А бөлінген түбір астындағы Б деп жаза алады екенбіз. Бұл жерде А, Б барлығы оң сандар болады. Мысал келтірейік. Мұнда мысал келтіретін болсақ, түбір астындағы 85 бөлінген түбір астындағы 5 болсын. Онда түбір астында 85 бөлінген 5 деп аламыз. Сонда 85-ке біз 5-ті бөлетін болсақ, түбір астындағы 17. Түбір астында 17-ден сан шықпайды. Осылай түбір күйінде қалдыра береміз. Калькулятормен есептесек бүтін бір сандар шығады. Мысалы есептеп көре салайық. Түбір сонда бізде жалпы қандайда бір сандардың квадратынан нақты шығады ғой. Міне, мынандай сан шығады. Оның бізге
қажеті жоқ, түбір күйінде қалдыра береміз. Мынаға мысал келтіретін болсақ, түбір астындағы 225 бөлінген 49 деп алайық. Сонда әрқайсысын жеке-жеке түбірге алатын болсам, 225 деген менде 15-тің квадраты, ал 49 деген 7-нің квадраты. Сонда 7-тен 15 деген бізде жауап шығады екен. Түбірден еш уақытта теріс сан шықпайды деп айттық. Түбір асты А-ның мағынасы бізде А 0-ден үлкеніне тең болған жағдайда ғана болады дедік. Енді мынандай жағдай болуы мүмкін. Түбір астындағы x квадрат ол бізде модуль x-қа тең. Модуль дегеніміз не? Модуль дегеніміз, мысал үшін, модуль 7 болатын болса, одан 7 шығады. Модуль минус 7 болатын болса, одан да 7 шығады. Яғни модуль ол теріс санды оң санға айналдыратын құрал деге. Модульдің ішіндегі оң саннан да теріс саннан да бізде оң сан шығады екен. Енді мына жерде көбісі шатасып жатады. Бізде былай. Бірінші x-ім 0, яғни x оң сан болатын болса, түбір асты x квадрат тең мына жерде x деген сөз. Екінші кезекте кіші болатын болса, онда түбір асты x квадрат тең минус x-қа. Бұл жерде жалпы есептің жауабы минус x деген сөз емес, x-тің мәні. Мысал келтіретін болсақ, түбір астында 7-нің квадраты берілсін бізде. Онда бізде модуль 7-ге тең, міне. Сонда модуль 7-ден 7 деген сан шығады. Егер түбір астында минус 7-нің квадраты деп берілетін болса, онда модуль минус 7 деген сөз ол. Одан да бізде 7 шығады. Есептің мәні теріс сан шықпайды. Тек мынау түбірдің ішіндегі x оң немесе теріс сан болады деген сөз ол. Әрі қарай түбірдің ішінде бізде өрнек әріптер берілуі мүмкін. Онда жағдайда қалай? Мысалы, түбір астында 169а дейтін болсақ, бізде 169 деген ол 13-тің квадрат. Жаңа айттым ғой, түбір асты 169 көбейту түбір асты а деп әрқайсысын жеке-жеке түбірге алалам. 169-дан менде 13 шығады, ал түбір астындағы а осы күйінде қалады. Егер мысалы түбір астында 25 b-ның квадраты болатын болса, онда 25-ті бөлек түбірге алатын болса, менде одан 5 шығады. Ал b квадрат деген жаңағы жоғарыдағыдай модуль x, модуль b шығады. b плюс минус b деген сөз ол. Түбір астында 49 m-ның кубы n-ның 5 дәрежесі берілсін. Онда әрқайсысын жеке-жеке түбірге алатын болсам, түбір астындағы 49 көбейту түбір астында m-ның кубын мен m квадрат көбейту m деп жазып алам. Себебі мында 2 дәреже, мына m-да 1 дәреже көрсеткіштері қосылады да m-ның кубын береді. Көбейтілген n-ның бізде 4 дәрежесі көбейту n деп жазып алам. Себебі менде түбірден шығаруға ыңғайлы болады. 49-дан бізде 7 шығады. m квадратым мында тек m квадрат шығылады түбірден. Ол бізде модуль m болып шығады. Көбейтілген түбір астындағы m көбейту n-ның 4 дәрежесі бізде n квадрат болып шығады. n квадрат бәрібір оң сан болып шығады ғой. Сондықтан оны модульге алмаймыз. Көбейтілген түбір астындағы n. Мына жерде түбір n-ді бір-біріне көбейтіп түбірге алып жазсақ та болады, немесе осылай қалдыра салсақ та болады. Енді керісінше біз санды түбірдің ішіне кіргізейік. Мысал 3 берілетін болса, онда біз
түбірдің ішіне 5 квадрат алып кіреді. Түбір астындағы 5-тің квадраты көбейту түбір 3. Мынау бізде квадрат пен түбір жойылып 5-ті береді. Сонда бір түбірге алып жазатын болсақ, 5-тің квадраты көбейтілген 3, ол дегеніміз 25-ті 3-ке көбейтем, түбір астындағы 75 деген санды береді екен бұл. Одан кейін жиі кездесетін тақырып бөлшектің бөлімін иррационалдықтан құтылдыру. Мысалы, бізде теста көп жауапты есептер болады. Түбір асты 2-ден 1 деген жауапты алдық дейік. Бұл бізде бір жауап болатын болса, бізде мынандай қасиет бар. Бөліміндегі түбірден құтылуымыз керек. Мына қасиетті қолданамыз. Бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға көбейтуге болады, немесе бөлуге болады. Мына жерде біз түбір асты 2-ден 1-ді түбір асты 2-ге көбейтеміз. Алымында бөлімінде бірдей санға көбейтіп тұрмыз ғой. Ондай жағдайда мына өрнегіменде 1 көбейту түбір асты 2, бөлімінде түбір асты 2-ге түбір асты 2-ні көбейтсем. Екеуін бір түбірге алатын болсам, ол 4-ті береді ғой менде, түбір астындағы 4. Ал түбір астындағы 4-те менде 2 шығады екен. Ал мынау 1-ге түбір асты 2-ні көбейтсем, түбір асты 2 шығады. Сонда 2-ден түбір асты 2 деген мынау тағы да бізде екінші жауап болады. Көп жауапты есептерде бұл өте жиі кездеседі. Одан кейін бөлімінде түбір астында А қосылған, түбір асты Б деген сияқты сан тұратын болса, онда біз оны неге көбейтеміз? Оның түйіндесіне көбейтеміз. Түбір асты А минус түбір асты Б. Бұл түйіндес өрнектер. Жоғарыдағы жағдайда сан болды, санға көбейттік қой, ал мұнда әріп болды, яғни ондай жағдайда қалай болады? Мысалы, 4 алымы бөлімі түбір асты 11 азайтылған түбір асты 7 болсын. Түйіндесіне бізде азайту түбір асты 7, мынау азайту болатын болса, оның түйіндесі қосумен жазылады. Мына жерде азайту, мына жерде қосу ғой, сол сияқты. Яғни түбір асты 11 қосу түбір асты 7-ге мен көбейтем бұл өрнекті. Алымында бөлімінде қосылған түбір асты 7. Сонда менде мынау квадраттар айырымын береді. А минус Б, А плюс Б, қысқаша көбейту формулалар деген тақырыпта айтқан болатынбыз. А квадрат минус Б квадратты береді. Яғни ол дегеніміз 4 көбейту түбір асты 11 қосылған түбір асты 7 алымын жазып қояйық. А бөлімінде түбір астындағы 11-дің квадраты азайтылған түбір астындағы 7-нің квадраты. Мынау квадрат пен түбір бір-бірімен жойылады. 11-ден 7-ні алатын боламыз. Мұнда 11 қалды, мұнда 7 қалды. Екеуінің айырмасы менде 4 кетен ғой. Мына жерді мен 4 деп жазылайын. 11-ден 7-ні алсақ. Мына 4 пен мына 4 қысқаратта бізде есептің жауабы түбір асты 11 қосылған түбір асты 7 деп әп-әдемі болып шығады екен. Одан кейін радикал ішіндегі радикал өрнек деген есепте жиі келеді. Ол былай. Түбір астындағы 4 мысалы қосылған 2 түбір асты 3. Осындай есептерді қалай шығарамыз? Жалпы мына жерге мен формуласын жазып қояйын. Түбір астындағы қандай да бір m қосу n-нің 2 түбір астында m көбейту n. Бұндай жағдайда түбір асты m қосу плюс-минус түбір асты n деп жазамыз. Және де ескере кететін жағдай, үлкен сан бізде бірінші жазылады m, n-нан үлкен. Мынау жалпы формула, қаз мағынасын түсіндірейін. Мына жерде 4 қосылған 2 түбір асты 3. Бізде формулада мына жерде бірінші жақшада m қосу n деп тұр. Яғни қалған нәрсе рұқсас 2-міз бізде бар, дайын тұр, ал түбірдің ішінде 3 тұр. Енді қарайық, m мен n-іміз неге тең екенін анықтап алу керекпіз. Қандай да бір m қосу n-іміз бізде 4-ке тең, ал m көбейту n-іміз бізде 3-ке тең деген сөз ол.
Сонда қандай екі санның қосындысы 4-ке, ал көбейтіндісі 3-ке тең болады? Ол бізде 3 пен 1 болады, иә? 3-ке 1-ді қоссақ 4, және де 3-ке 1-ді көбейтсек 3 болады. Бұндай жағдайда мен мына жерде формулада түпірасты m плюс-минус түпірасты n деп жаздым. Бізде плюс болады, себебі мына өрнектің іші плюспен берілген. Сонда түпірастындағы бізде m-ның мәні менде 3-ке тең, түпірасты 3 қосылған түпірасты 1. Мына жерде түпірасты 1-ден 1-дің өзі шығады, сондықтан 1 деп жаза салам. Түпірасты 3 қосу 1. Тағы да мысал келтірейік. Мынау бірінші мысал болатын болса. Тағы қандай мысал келтірсек болады? Мысал үшін түпірастында 31 бізде формулада, мына жақта формулада бізде мына жер 2, иә? Мына жер 2 болып тұр. Ал мында бізде 12 болып тұр. Оны біз 2 түріне келтіру керекпіз. Яғни 12 түпірасты 3-ті мында бөлек. 12 дегеніміз 2 көбейту 6 көбейту түпірасты 3 қой. Сонда мына 6-ны мен түбірдің ішіне кіргізем. Түбірдің ішіне ол квадратты алып кіреді. 6-ның квадраты көбейту 3 деген сөз. Ол сонда 2 түбірасында 36-ға 3-ті көбейтетін болсам мен 18 бір ойда 108, иә? 2 түбірасты 108 деген сөз. Сонда түбірастындағы 31 азайтылған 2 түбірастында 108. Енді қарайық, мынаны өшіріп тастасайын. Бізге дайын түрге келді. Енді қандайда бір екі санның қосындысы 31 болу керек, көбейтіндісі 108 болу керек. Ол қандай екі сан бізде? 27-ге 4-ті қоссақ 31, және де 27-ге 4-ті көбейтсек 108 болады екен. Сонда теңдік m-ның мәні менде 4-ке қарағанда 27 үлкен ғой. 27 бірінші жазам. Азайтылған түбірастындағы 4. Сонда түбірасты 27 азайту 2 деген мән шығады екен. Тағы бір мысал келтіре салайық. Мысал үшін түбірастындағы 7 қосылған 4 түбірасты 3 дейік. Так, мынаны формулада бізде 2 ғой. 4-ті мен 2-ге келтіріп алуым керек. Олай жазатын болсам 7 қосылған 2 түбірасты 4-тім 2 көбейту 2 ғой. 1-2-ні қалдырам, 1-2-ні түбірдің ішіне мен 4 қып кіргізем. 4 жердегі 3-ім 12, 2 түбірасты 12. Енді қарайық. Қай сандардың қосындысы 12, қосындысы 7, көбейтіндісі 12-ні береді. Ол бізде 4 пен 3, я. Үлкен санды мында бірінші жазамыз. Соны ескерейік. Түбірастындағы 4 қосылған түбірастындағы 3. Одан бізде 2 қосу түбірасты 3 деген жауап шығады екен. Қысқаша осы сабақ ұнаған болса лайк басып пікір қалдырсаңыз болады. Сұрақтарыңызды пікірге немесе описаниеде тұрған номерге жазсаңыздар болады.